Xabi Alonso özüne керек емес oyuncularning tizimini berdi. Al Cristiano Ronaldoga qanday oyuncu qajat және Cristiano Ronaldo kimni tangdadi? Al Milan klubi bolsa özlerinde tazalау жұмыстарын atqarab жатыр. Barcelona bolsa Marc-Andre ter Stegen'de ketkize almay. Alek, осы және осы ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп, лайк басып әрине достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әдеттегідей видеомызды бастайық. Cristiano Ronaldo өзінің жаңа жобасы Al Nassr клубына шақырғысы келетін футболшылардың аты белгілі болды. Бұл Ливерпульдің сол қаптал вингері Луис Диас, колумбиялық шабуылшының болашағы жайлы көп әңгімелер шыққан болатын. Оны ұзақ уақыт бойы Барсаға барады деді, бірақ каталондық клуб оны таңдамады. Ника Уильямсты таңдап кетті. Қазіргі уақытта енді Ника Уильямс Барсаның жаңа ойыншысы болуға дайындалып жатыр. Қазіргі уақыттағы ағылшын басылымдары Диасты таяу шығыс клубтармен байланыстырды. Мысалы, Al Hilal мен Al Nassr клубтар енді Cristiano Ronaldoның келісім шартын ұзартқаннан кейін белгілі болды. Колумбиялық ойыншыны сатып алғысы келеді. Cristiano Ronaldo бұл ойыншыны өте мықты ойыншылардың бірі APL-дағы деп санайды. Енді Cristiano Ronaldo қалаған ойыншыны алып беруге дайын. Ben Jobs порталының айтуы бойынша Саудия лигасының клубтары Диас үшін 100 миллион евро беруге дайын. Ал Al Nassr клубы болса 85 миллион евро ұсынып жатыр. Енді 85 миллион евро тұрады қазіргі уақыттағы Луис Диастың трансфер-маркет порталындағы құны деп ақпараттар шығып жатыр. Диас болмай жатса енді мына Митома деген ойыншыны алғысы келеді. Брайтонда қазіргі уақытта өнер көрсетіп жатыр. Япониялық ойыншы Митома сұхбаттарында айтқан болатын, мен ағылшын премьер лигасынан кеткім келмейді. Ағылшын премьер лигасы әлемдегі ең үздік лигалардың бірі деген. Ал Cristiano Ronaldo шақырып жатса енді баратында шығар. Митоманың өзі қазіргі уақытта Брайтонда жағдайы жақсы. Қазіргі уақытта топ клубтардың бәрі қызығып жатыр. Одан бөлек бұл трансфер болмай жатса енді Мартинеллиді командаға қосып алғысы келеді. Арсенал клубы Мартинеллиді 80 миллион евроға жіберуге дайын. 80 миллион евроға Мартинелли сәл қымбаттау емес па? Бірақ Саудия лигасының клубтары үшін бұл болмай қалған ақша. Қазіргі басылымдарды оқып шығатын болсам, Саудия лигасының клубтары енді көбінесе Al Nassr клубы Cristiano Ronaldoның командасы қалай болмасын сол қаптал венгерді алғысы келіп жатыр. Енді бұл жерде Мартинеллидің өзі келмей қалса, Роналдо тағы да басқа ойыншыларды тауып қойған екен. Мысалға енді Cristiano Ronaldo іздеп тауып жатқан ойыншы өзінің бұрынғы командаласы Санчо Челсиға бармайтын болды. Манчестер Юнайтедте қайтадан келді. Тағы бір ойыншы бар Манчестер Юнайтедтің, бұл Гарначо. Екеуі де Юнайтедтен кеткісі келеді. Cristiano Ronaldoның қасына барғысы келмейтін шығар. Енді Еуропада өнер көрсеткісі келеді. Санчоның өзі де айтқан болатын, мен Еуропада қаламын деп. Ал Гарначоға біз еш нәрсе айта алмаймыз. Гарначо негізінде Cristiano Ronaldoның жанкүйері. Роналдо бар жерге баруы әбден мүмкін. Барселона басшылығы мен клубтың аңызы капитаны Марк-Андре ter Stegen командаластарымен де және клуб басшылығымен де арасы қазіргі уақытта жақсы емес. Ол Жоан Гарсия мен Войсех Шенснеге орнын босатып бергісі келмейді. Сол себепті Барса басшылығы ter Stegenге түрлі ласт әдістермен қысым жасап, оны клубтан кетіргісі келеді. Ал Марк-Андре ter Stegen болса, кесіп алсаңдар да мен Манчестер Юнайтедке бармаймын, Миланға да бармаймын, ешқайда бармаймын, тек қана Барселонада қаламын деп жатыр. Енді Марк-Андре ter Stegen өзі Барсаның аңызы 2015 жылдан бергі ойыншылардың бірі. Сол құрам үздік құрамдардың арасындағы ойыншы. Алдыңғы маусымда Марк-Андре ter Stegen жарақат алғаннан кейін команданың бас бапкері Hans-Dieter Flick Марк-Андре ter Stegenге ешқандай үміт артып жатқан жоқ. Тағы да бір үміт артпай жүрген Френки де Йонг бар еді, оны да сатамыз деп жүрген еді. Алдыңғы маусымда Френки де Йонг жақсы ашылды, енді бұл командада қалады. Жалақысын азайтырып келісім шартқа қол қоямыз деп Барселона басшылығы ойлап жүр. Енді тек қана Марк-Андре ter Stegenге бар күшті салып, оны командадан қуғысы келеді. Фернандо Поло мәліметіне сүйенетін болса, Барселона басшылығы капитандықты Марк-Андре ter Stegenге алып тастап, Иниего Мартинеске беретін болады. Енді сол себепті Марк-Андре ter Stegen намыстанып командадан кетіп қалады деп ойлап жатқан сияқты. ter Stegen кететін болса, капитандар да бар. Бұл жерде Араухо бар, екінші капитан ter Stegen есептегенде, үшінші капитан Де Йонг, төртінші капитан Рафиня, ал бесінші капитан бұл жерде Педри. Енді бұл жерде қазіргі уақыттағы менің айтатыным, Марк-Андре ter Stegen командадан кететін болса, оның орнына әрине капитан Френки де Йонг немесе Араухо болуы мүмкін.
Barcelona başlığı da endi Marc-Andre ter Stegen men eregeспей. Ter Stegen'in özü de Barcelona men kelişip, bu jerde аңыз сияқты qoştasıp ketgende durus сияқты. Бұл endi Marc-Andre ter Stegen bilүү керек, жасым келіп жатыр, жастарға орын берейін деп. Германия ұлттық құрамасындағы бапкерде endi бұған сенбейтіні анық. Найысына сұхбаттарында айтқан болатын, Marc-Andre ter Stegen көп алаңға шықпайтын болса, Германияның негізгі қақпашысы болмайды деп. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңыздарды комментарияға қалдырудан ұмытпаңыздар. Менің жеке ойым Marc-Andre ter Stegen командадан осы маусымда қоштасып, аман есен болыңдар давай деп кетуі керек. Бұл жерде ter Stegenде ең ауыр тигені, ең ауыр болып жатқаны Joan Garcia'ның трансфері. Joan Garcia'ның командаға алып келгеннен кейін ter Stegenнің үміті сөніп, содан кейін ашуланып жатқан сияқты. Достар, біз екінші арнамызға видео шығардық, маусымда қорытындыладық, комментарияға сілтемесін қалдырып кетеміз, 25-тен кіріп, ол арнамызды да қолдап кетіңіздер. Апта сайын әдемі топ видеолар шығып тұратын болады. Бұл видеоның соңына дейін көріп, екінші арнамыздағы видеоны көріп кетсеңіздер, біз өте қуанышты болар едік. Xabi Alonso клубтағы ең көп жалақы алатын ойыншылардың бірі жайлы шешім қабылдады. Испаниялық бапкер Давид Алабаға қоштасатын уақыт келді деп шешкен. Бұл туралы AS басылымы хабарлады. Австриялық қорғаушы Реал Мадридке осыдан 4 жыл бұрын Бавариядан келген болатын. Сол кезде бұл трансфер нағыз вау жаңалық еді. Жоғары деңгейлі ойыншы командаға тегін қосылды де, бұл енді ойыншы келді. Командада 1-2 маусымда өнер көрсете алған жоқ, жарақаттың арқасында. Жарақат Серхио Рамостың нөмірінде алды, 4-ші нөмірде ойнады. Енді Серхио Рамостың нөмірін алады деп, мықты деп санаған едік. Қазіргі уақытта Килиан Мбаппеден кейінгі көп жалақы алатын ойыншының бірі командада. Аптасына демей қойын, жылына айта салайын, жылына 25 миллион евро алады. Xabi Alonso дұрыс дейді, fair play ережелері бұзылмас үшін ойыншыларды құртып тұру керек. Әрине керек емес ойыншыларды. Давид Алаба қазіргі уақыттағы жасы 30-дан да асып кетті. Болашағы жоқ деп айта саламыз, бірақ енді оны қазіргі уақытта кім алады? Саудия лигасының клубтарының өзі қызықпай жатыр. Реал Мадрид оған клуб тауып беріп, қоштасқысы келеді. Давид Алаба болса, келісім шартының соңына дейін командада қалғым келеді деп сұхбат беріпті. Бұл командада ойнағысы келмейді. Бұл жалақы алғысы келгелі себепті. Бұл жерде қалғысы келеді. Xabi Alonsoның өзі де бұған ашық айтқан, сен командада қалатын болсаң, негізі қорғаушы болмайсың, бәрібір қосылып құрамда отырасың, алаңға аз шығасың десе де қаламын депті. Енді бұның да мінезі Marc-Andre ter Stegen сияқты шығар, білмейміз енді. El Clasico'да кездесетін ойыншылардың қазіргі уақыттағы мінездері бір болып жатыр. Ter Stegenде кеткісі келмейді, Давид Алабада кеткісі келмейді. Екі итальянды Гранд алдағы маусым алдында құрамда төңкер жасағысы келеді. Миланның жаңа бас бапкері болып Массимилиано Аллегри тағайындалды. Оның басты мақсаты команданы итальян футболының шыңына қайта алып шығу. Мүмкін болса Стефано Пиолидің жетістігін қайталап, қайтадан серияны жеңуі керек. Тәжірибесі жағынан Аллегриде мәселе жоқ. Ювентуспен бірнеше рет Италия чемпионы болған. Дегенмен ол кезде Ювентус өзінің ең мықты кезеңінде болған. Құрамды күшейтумен қатар Аллегри артық жүктен құтылғысы келеді. Оның жоспарына сай 12 ойыншыдан құтылу керек. Олардың қатарында Самуэл Чикуезе, Тео Эрнандес, Диосасти, Смолек Титуана, Акафор Марк, Летис Юч, Юнус Муса, Филиппа Террачано, Лоренцо Коломбо, Ясин Адли, Исмаил Баннесер және Эмерсон Роялдарда бар. Бұл тізімдегі көп өткен маусымда негізі құрамынан алыс болған, бірақ олардың ішінде басты құрамда ойнағанда бар. Мысалы, Тео Эрнандес, француз қорғаушысы, жақын күндері басқа клубқа барады. Оған қызығып отқан клуб қазіргі уақытта Аль Хилаль клубы. Аль Хилаль клубы Тео Эрнандес үшін 25 миллион евро ұсынып жатыр. Келесім 1-2 күнде аяқталуы мүмкін. Чикуезаға тоқталатын болсақ, ол Испанияға оралуы мүмкін. Ол бұрын Вильяреалда ойнаған, ал қазір оған Реал Бетис қызығушылық танытып отыр. Реал Бетис қай жағдайда алады? Егерде Антонидің трансфері жүзеге аспай қалса, Қатарға қосатын болады. Акафон Миланда негізі құрамға кіре алмады, ал оның Наполидегі аренасы нағыз сәтсіз болды. Ол тек 36 минут қана ойнаған. Ол команданың үздік ойыншысы болады, оған көп үміт артылған еді, бірақ енді Зальцбургтан келді, үмітті ақтай алмай қалды. Енді оны сатуға да қазіргі уақытта дайындалып жатыр. Эмерсон Роял өткен маусымда негізі құрамда ойнаған, бірақ ауыр жарақат алған соң деңгейі Чемпиондар лигасына қатысатын командаға жарамайды. Енді келесі маусымда Чемпиондар лигасына қатыспайды, тіпті конференция лигасына қатыспайды Милан. Бірақ енді өздерін жақсылап құрғысы келеді, мынандай ойыншылардан құтылып алса жақсы болады деп жатыр. Ювентуста қайтадан құрылуы мүмкін. Команданың бас бапкері Игорь Тудор командадан қайтадан құрамын деп жатыр.
Хорватиялық бапкер мынандай ойыншылармен қоштасқысы келеді. Қақпашы Митина Перин, шабуылшылар Тимоти Верра, Аркауш Малик, Самуэл Бангула және де Душан Влахович. Осы ойыншылардан құтылсақ өте керемет болар еді деп жатыр. Қорғаушылар Тиаго Джауа, Даниэл Ругани және Рояс Рух және жартылай қорғаушылар Фабио Миретти, Филипп Костич, Артур және Дуглас Луис. Осы ойыншылардан құтылатын болсақ, жақсы ойыншыларды қатарға қосамыз және де бюджетте жақсарып қалады деп жатыр. Душан Влаховичқа қазіргі уақытта қызық отқан клубтардың бірі ол Лондондық Арсенал клубы болған. Лондондық Арсенал клубы оны қатарға қосқысы келді. Қанша ақша берсе де командаға қосып алғысы келеді. Бірақ Арсеналдың ойы күрт өзгеріп кетіп, Ювентусқа ондай ақша бермейтін болды. Шешконы өздерінің қатарларына қосып алатын болды. Ал жас Бангула мен Вея және Дуглас Луиске келсек, Ювентус оларды сатып жақсы ақша табады. Кейін трансферді жасатқысы келеді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осындай жас ойыншыларды жіберген дұрыс па, дұрыс емес па? Комментарияға қалдырсаңыздар болады. Виктор Гьокереш көп ұзамай айтсақ ұзаққа созылған сериалдан кейін Манчестер Юнайтед басшылығына командаға қосылуға дайын екенін жеткізді. Осылай деген ақпараттармен әрине жаңалықтар тарап жатыр. Енді сіздер рас деп ойлап қалмаңыздар. Швед шабуылшысы басқа клубтардың қызығушылығына қарамастан дәл осы клубқа қосылғысы келетінін хабарлады. Айта кетсек, жуырда Гьокереш пен оның агенті Спортингтің президентімен жанжалға барған. Олар Гьокерешті командадан кеткенін қалайды, ал президент болса өз ойын білдіре кетті. Біз тек бір нәрсеге келістік. Келісім шарттағы 100 миллион еуро көлеміндегі ақшаны сұрамаймын. Кездесу кезінде агент нақты бағаны белгілеуді ұсынды. Бірақ мен бас тарттым, себебі бір жылдан кейін не болатынын ешкім білмейді. Бұл сома 40, 60 немесе 80 миллион еуро болуы мүмкін. Мен тек 100 миллион сұрамайтыныма кепіл бердім. Бірақ Спортинг ешқандай қорлық пен қысымға шыдай алмайды. 60 миллион еуро және 10 миллион бонусқа келіспейміз. Әзірге Спортинг тарапынан Гьокерешке қатысты бір ресми ұсыныс түскен жоқ деп сөзін аяқтады. Достар, әрбір адам өзінің ойыншысын жібергісі келмейді. Гьокерештің өзі командадан кеткісі келеді, бірақ енді оны жібергісі келмей жатқаны осы сөздерден де білсек болатын шығар. Бұл ақпараттарды логикамен ойлайтын болсақ, Манчестер Юнайтедтен басқа ешкім Виктор Гьокерешке қызығып жатқан жоқ. Тек қана Юнайтед алғысы келеді дегенді білдіріп жатқан сияқты. Команданың президенті қалай болса да Виктор Гьокерешті ұстай алмайтынын біліп, Манчестер Юнайтедтің ұсынысына келісуі әбден мүмкін. Енді Виктор Гьокереш басында Арсеналға да барғысы келді. Арсенал енді бұл ойыншыны алмайтын болды. Шешконы алғысы келді. Сонымен әрине Шешконың трансфер жүзеге асуға дайын, жақын. Ал Виктор Гьокереш болса осы Юнайтедке баруы әбден мүмкін. Виктор Гьокереш алдыңғы маусымда өте керемет деңгей көрсете алды, жақсы ойнады, бірақ не үшін топ клубтар қызықпай жатыр? Сол да маған қызық болып жатыр. Арсеналдың өзі бас тартты. Португалия лигасында, ағылшын премьер лигасына келетін болса, ойыншының деңгейі түсіп кетеді деп қорқам ма? Оны да білмедік. Негізінде Виктор Гьокерештің потенциалы бар, өте керемет бойы да бар, соққысы да бар, дриблинг жағы да бар, және жақсы ашыла алатын ойыншылардың бірі. Мен түсініп жатқан жоқпын, не үшін Виктор Гьокерешке топ клубтар қызықпай жатыр. Мысалға енді Арсенал қызықпай қойсын. Мысалға 9-дағы жоқ командалар осы ойыншыны қатарға қосып алса өте керемет болар еді. Мысалға Барселона не үшін қызықпай жатыр, ал Ливерпульде не үшін қызықпайды? Гьокерештің өзі амалдың жоғынан Манчестер Юнайтедке барайын деп жатыр. Қалай болса да енді Спортингтен жағдайы жақсы. Юнайтедтен бара салайыншы деп ойлап жатқаны ашық түрде жеткізбесе де, оны бәріміз біліп тұрмыз. Және бұрынғы бапкері Рубен Амориммен де жұмыс істеуге жақын сияқты. Ал достар, сіздерді өз ойларыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Менің ойымша Гьокереш Юнайтедке барғаны жақсы емес. Юнайтедке баратын болса, оның мансабы нашарлап кетуі әбден мүмкін. Барселонаға да барса болады, мысалға. Барсаға барса болады, Ливерпульға барса да болады. Енді басқа клубтарда 9-дық бар. Екі командаға барса өте керемет болар еді. Бірақ енді олар Гьокерешті командаға қосқысы келмейді. Ал достар, біз жаңалықтарымызды жалғастыра береміз. Сіздер болса лайкты аямаңыздар. Тек қана лайк басыңыздар және қолдаңыздар. Сіздерден тек қана осыны сұраймыз. Интер Майами PSG-мен ойында ұятқа қалды. Әрине, матч алдында америкалық команданың чемпиондар лигасының жеңімпаздарымен тең ойнай алмайтыны бәріне белгілі болды. Ақ жағдайдың бұлай нашар болуы мен үшін тіпті күтпеген нәрсе болды. Ойынның тағдыры бірінші таймда шешіліп қойды. Және меніңше дәл осы нәрсе Интерді одан да үлкен есеппен жеңілуден құтқарды. Бірақ бәрін ретімен айта кетейік.
Майамидің командасы матчтың басында Paris Saint-Germainнің жылдам қозғалысына және қысымына аздап қарсыласуға тырысты, бірақ шамамен 20 минутта команданың ойыны бұзылды. Хавьер Масчераноның шәкірттері қолынан келгеннің бәрін жасады, бірақ Хавьер Масчераноның тәжірибесі жоқтығының арқасында кешегі ойында Майами жеңілді десек те болар. Ал Мессиге тоқталатын болса, Месси өзін көрсете алмады. Суарес не істеп жүргенін білмейміз мына жерде. Серхио Бускетс болса физикалық дайындығы жақсы емес, ойында көп прессинг жасай алмады. Айта кетейік, Интер Майамидің тиро осы Бускетстің қателігінен басталды. Екінші гол Серхио Бускетстің қателігінің арқасында кірді. Міне есеп уже 2-0. Ал Майами болса қолынан не істей алатынын көрсеткісі келді. Қолынан ешнәрсе келе алмады. Ал Paris Saint-Germain болса чемпиондар лигасын жеңіп алған монстр бұлар. Paris Saint-Germainге тоқталатын болсақ, Paris Saint-Germainді таптап тастады, бірақ Мессидің реакциясы. Месси енді бейшара қолынан келгеннің барлығын жасады. Енді Месси өзін дәлелдеп тастаған ойыншы, бірақ енді оның командасы нашар болды. Дреблинг жасамақшы болды, бірақ бәрі командаластарына да байланысты. Командаластарына пас берейін десе, оларға пас жетпейді, олар да допты дұрыс қабылдай алмады, бірақ Месси үшін кешегі күн ауыр кешкен сияқты. Достар, біз артық еш нәрсе айта алмаймыз. Месси кеше жеңілді. Әрине клубтық әлем чемпионатын жеңіп алуға мүмкіндігі аз еді, мүлде жоқ та еді, бірақ кеше Paris Saint-Germain клубы таптап тастады. Бірақ екінші таймда Paris Saint-Germain клубы Интерді қысқан жоқ. Paris Saint-Germainнің бапкері өзінің бұрынғы шәкірттерін аяған секілді. Интер Майамидің жорығы осымен тәмам, достар. Давид Бекхэмнің командасы 1-8-де ұшып кетті. Ал Paris Saint-Germain болса 1-4-ге қиналмай оңай өтіп кетті. Бірақ бұл да бір жетістік, 1-8-ге дейін шығу. Ал Paris Saint-Germain осы клубтық әлем чемпионын жеңіп алуға фаворит. Давид Бекхэмнің өзі де Paris Saint-Germainді мақтап, Paris Saint-Germain осы клубтық әлем чемпионатын жеңіп алады деп сөзін аяқтады. Достар, бізді қолдап, лайк басып жүргендерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал тіркелмегендер болса, тіркеліп қойсаңыздар, біз өте қуанышты боламыз. Достар, біздің екінші арнамызда видео шықты. Маусымды толықтай қорытындыладық, оған да кіріп, тіркеліп, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Екінші арнамыздың сілтемесі комментарияда тұр, және де біз жаңадан жақсы форматтар шығарайын деп жатырмыз. Екінші арнамызға сіздерге қандай видеолар ұнайды, соны комментарияға жазып кетіңіздер, біз сол видеоны шығаратын боламыз. Қолымыздан келгеннің барлығын жасаймыз. Сіздерден әрине біз қолдау күтеміз.